8 жасар баланың анасы қайтыс болды. Әкесі жыл уақыт өтер өтпестен қайта үйленді. Бір күні әкесі қызынан: "Балам, сенің бұрынғы анаң мен қазіргі анаңның қандай айырмашылығы бар екен?" деп сұрады. Баласы бар пейілімен: "Бұрынғы анам өтірікші, қазіргі анам шыншыл екен" деді. Әкесі қайран қалып: "Қалайша?" деп сұрады. "Бұрын мен анамды ренжітсем, анам маған: сен мені өкпелете берсең, саған тамақ бермеймін дейтін. Мен оны тіпті де ренжіте беретінмін. Ал ол болса, мені ауылда шарлап, іздеп жүріп, тауып әкеліп, тамақ жегізетін. Бірақ қазіргі анамды ренжітсем, егер мені ренжітсең, тамақ бермеймін" деді. "2 күн бойы аш отырмын. Бұрынғы анам енді жылама, жыласаң далаға лақтырып жіберемін дейтін. Бірақ жылай беретінмін. Анам мені ұрмай соқпай бауырына басып: "Балам, жылама, қай жерің ауырады, кім тиісті?" деп уатып алатын. Қазіргі анам ұрамын дейді, айтқанында тұрады. Бұрынғы анам үнемі өз ыдысындағы етті маған беретінде, "Сіз неге жемейсіз?" дегенімде, ол кісі: "Балам, мен етті жақсы көрмеймін" дейтін. Қазіргі анама менің ыдысымда неге ет жоқ десем, көп сөйлемей тамағыңды іш. Барлық адам етті жақсы көреді. Еттің бәрін сен жесең, біз не жейміз дейді" деп жауап қатты. Әке, әсілі бұрынғы анам бәрін өтірік айтқан екен. Ол да етті жақсы көретін сияқты ғой, ә? Әке, неге жылап отырсыз?